балалардың құрастырмалы түрлі материалдардан, яғни қағаздан, картоннан, ағаштан, арнайы құрылыс жиынтықтары мен конструкторлардан түрлі ойын бұйымдарын, яғни ойыншықтар, құрылыс заттарын жасау болып табылады. Балалардың негізгі құрастырма түрлері бұл әрқайсысы өзіндік ерекшеліктерге ие және жетекшілік атқаруда сараланған тәсілді талап ететін бейнелеу және техникалық құрастырмалар болып табылады. Құрастыру сабағының бірінші бөлімі бұл материалдар және қауіпсіздік деп аталады. Бұл бөлім материалдарды зерделеу және қауіпсіздік және еңбек мәдениеті деген тақырыпшалардан тұрады. Материалдарды зерделеуде балалар үшін олардың өз жұмысын жоспарлай білуіне ерекше талаптар қойылады. Табиғи және жасанды материалдарды ажырату, құрылыс материалдарын құрастыру әрекетін ұйымдастыру арқылы адамдарды, жануарларды, өсімдіктер мен көліктерді бейнелейтін түрлі ұсақ ойыншықтарды қолданамыз. Мектеп алды даярлық сыныптарында табиғи және жасанды материалдар кеңінен қолданылады. Балаларға түрлі сұрыптағы қағаздар беру арқылы тығыз, жазу, жылтыр, жартылай, ватман, жұқа картон сынды ұғымдар қалыптастырылады. Яғни табиғи материалдардың әр түрлері бүршік, сабақ, тұқым, жапырақ немесе дайындау жеңілдігі балалармен жұмыста кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Жақсылап жуылып кептірілген жемістердің сүйектері мен бұршақтары, кептірілген жемістердің шемішкенің немесе басқа да сүйекті заттардың көшірмесін пайдалануға, сол заттардың өзін қорапта немесе қалтада сақтауға, бұйымдарды жасауда қосымша қағаз, картон, ермексаз, сым, сіріңке, желім және пышақ, қайшы, біз ине сияқты құралдарды қолдана білуге үйретеміз. Екінші қауіпсіздік және еңбек мәдениеті деп аталатын бөлімде материалдар және құралдармен жұмыс барысында техника қауіпсіздігі ережелерін орындауға қалыптасады. Құрылыс материалдарын олардың әрбір бөлшегіне арналған бөліктері бар арнайы шкафта сақтау. Сондай-ақ ол материалдарды балалар кез келгенін жылдам тауып алу үшін пішіндері бойынша орналастыру маңызды. Еңбек пен шығармашылыққа арналған қадалғыш және кескіш құралдар дұрысты қолдану қажет. Жұмыс барысында құралдарды жұмыс орнына ретке келтіре отырып, балалар құрылыс бөлшектері мен бөлшектердің қозғалатын және қозғалмайтын бірігуімен танысады. Құралдармен қалай жұмыс істеу керек екендігін үйренеді. Екінші бөлім жасау және дайындау деп аталады. Бұл бөлімде негізінен құрастыру техникалары мен тәсілдері меңгеріледі. Модельдеуді, құрастыруды және құрастыру бөлшектерін ажырата білуге үйрете отырып, берілген тақырып, жағдай, сурет, фотосуреттер бойынша сөзбен сипаттама беріп, оларды құрастыруға үйретеміз. Жаңа құрылымдық шеберліктерді үйрете отырып, шағын жалпақ бөліктерді бір үлкеніне қосу, құрылыстарды мықты, биік етіп жасау, бір құрылымның түрлі көлемдегі нұсқаларын және ұжымдық құрылыстарды, яғни қала көшелері, зообақтар, теңіз порты сынды жасау дағдыларын қалыптастырамыз. Ұжымдық сюжетті құрастыра білуге баулуда шығармашылық ойлау мен қиялдауды дамытады. Қағаздан құрастыру тәсілдерін, яғни жарты шеңберді конусқа орналастыру, тікбұрышты цилиндрге айналдыру, квадратты кубқа айналдыру, өру сынды бірнеше әрекеттерді материал көлемді пішінге айналдыра білу мақсатындағы ұғымдарды бекітеміз. Үшінші бөлім шығармашылық және таныстырылым деп аталады. Бұл бөлімде, яғни шығармашылық бөлімінде дайын үлгі, қарапайым сызба бойынша жұмыс жасай білуге, контур бойынша ою мен тілуге қайшыны қолдану дағдыларын қалыптастырамыз. Түрлі материалдардан өз ойы бойынша құрастырма жасай отырып, сіріңке қораптарынан түрліше үйлестіріп, бұйымдар құрастыруды қалыптастыру, балалар дайын жұмыстарды талдау барысында өзінің қандай зат жасағаны туралы айтуы қажет. Табиғи және қалдық материалдармен жұмыс дағдыларын жетілдіру, шығармашылық қиялының пайда болуы, бұйымды өзіндік елестетуіне жағдай білуін туындатады. Келесі сабағымыз
таным білім беру саласындағы бұл жаратылыстану және экологияның негіздері деп аталады. Бұл сабақтың мазмұнында экологиялық тәрбие бойынша балалармен жұмыс істеу кіріктіру тәсілі негізінде іске асырылады. Мектеп алды даярлықта жаратылыстану және экология негіздері сабақтарын жүргізуде табиғаттың пайдалы әсерін жүйелі түрде педагогтың балаға әсерімен ұштастыру қажет. Ол үшін баламен жасалатын жұмыстарды алдын ала жоспарлап жүргізу қажеттілігі туындайды. Табиғаттың әсерінен баланың шығармашылық ойлауы дамиды, әсемдікке құштарлық артады. Сондықтан бұл жұмыстарды тек сабақ кезінде ғана емес, сондай-ақ серуендеу, жер телімдерінде еңбек ету және тағы басқа да уақыттарда жалғастыруға болады. Жаратылыстану және экология негіздері сабағының мазмұны 2 бөлімнен тұрады. Бұл тірі табиғат және өлі табиғат деп аталады. Тірі табиғат деп аталатын бөлім балалардың бойында табиғатқа деген сүйіспеншілікті қалыптастыру, олардың табиғатты қорғау туралы білімдерін байытады. Бұл бөлімнің бірінші кезеңінде табиғат әлемін танудың қарапайым әдістері игеріледі. Яғни табиғаттағы маусымдық өзгерістерді атауға, ажыратуға және бақылауға үйретіледі. Мысалы, педагогтың күзде мынандай ойындарын ұйымдастыруына болады. Әртүрлі 5 ағаштан 5 жапырақ алып, оларды қай ағаштың жапырағы екенін тану, немесе әдемі жапырақтарды жинау, үлкен жапырақты табу, сипаттамасына қарай ағаш пен бұтаны табу сынды тапсырмаларды ұйымдастырудың маңызы зор. Өсімдіктер әлемі деп аталатын екінші бөлімшесінде серуендеу кезінде балалардың табиғат құбылыстары туралы білімдерін байытып, жүйелеуге көңіл бөлінеді. Әрбір қайта бақылау жаңалық элементтерімен қаралуы тиіс. Олардың мазмұны бақылаудан бақылауға қарай күрделене түседі. Мәселен, табиғаттың заттары мен құбылыстарына қысқа мерзімді бақылаулар жүргізу, қыстыгүні тірі және өлі табиғат нысандарын бақылау дағдыларын бекіту, көктемгі маусымдық өзгерістермен таныстыру. Сонымен қатар, бұл кезеңде халықтық ырымдармен де таныстыру сабақты қызықтыра түседі. Мәселен, жұмбақ, жаңылтпаш және мәтелдерге орай балалар қоршаған табиғатқа ерекше ықылас ынтамен қарайтын болады. Жақын аймақта орналасқан ағаштар, бұталар, жапырақтар туралы түсініктерін бекіту, өздеріне тән белгілер бойынша ағаштар мен бұталардың бірнеше түрлерін ажыратуға болады. Жануарлар әлемі деп аталатын үшінші бөлімшеде жануарларға бақылау жасау кезінде әсіресе олардың сыртқы пішіндеріне, өздерін ұстау ерекшеліктеріне көңіл бөлінеді. Табиғат бұрышындағы жануарлар тіршілігімен, ондағы тірі объектілерге күтім жасайтын қажетті құралдармен таныстырамыз. Балалармен бірге табиғатты бақылау күнделігін жүргізу, кейбір жәндіктердің түрлері мен тіршілігі, олардың мекендейтін жерлері туралы түсініктерін қалыптастырамыз. Жабайы аңдардың тіршілігі туралы түсініктерін кеңейтуде, әсіресе күз кезеңінде аңдардың сыртқы келбеті мен тіршілік ерекшеліктерін сипаттай білуге, мәселен, мекендейтін жері, түсі, азығы, қысқа дайындығы туралы ақпарат беріледі. Сондай-ақ көктемгі жаздық мезгілдегі жануарлардың тіршілігі туралы да ұғымдарын кеңейтуге болады. Мәселен, кейбір жануарлардың қысқы ұйқыларынан оянуы, түлеуі, ұя салу, төлдеу әрекеттері де аталады. Адам деп аталатын төртінші бөлімшеде балалардың өскелең танымды қызығушылықтары, қоршаған шындық өмір құбылыстарын, олардың байланысы мен тәуелділігін терең ұғынуға мүмкіндік береді. Адам ағзасының атқаратын қызметін білу және сезім мүшелерін атау, 6-7 жастағы балалардың ақылы мен сезімін байыту үшін табиғаттың, сәулеттің, өнер туындыларының әсемдігін көруге қабілетті. Адам өміріне қажетті жағдайларды меңгереді. Өлі табиғат деп аталатын екінші бөлімде табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы ұғымдарды қалыптастырамыз. Түс көлемі, пішіні мен маңызы бойынша заттарды салыстыру және жіктей білу. Кез келген зат адам еңбегімен жасалған туралы түсінік береміз. Адам қолынан жасалған заттарға ұқыптылықпен қарау қажеттілігі. Өлі табиғат заттарынан ажырата білуге үйрету. Судың 3 жағдайы туралы білімдерін бекіту. Өлі табиғат нысандарымен, олардың қасиеттерімен және белгілерімен, мәселен, көмір, құм, саз балшық, мұнай, гранит сынды өлі табиғат заттарымен таныстырған қажет.
заттар олардың шандары мен белгілеу туралы ұғымдарын да бекітуде, табиғат құбылыстары туралы білімдерін кеңейте отырып, тұман, шық, найзағай, қырау, бұршақ, сүңгі, тамшы, жылымық деген сынды атауларды меңгертеміз. Физикалық құбылыстар деп аталатын үшінші бөлім өз ішінде қозғалыс және күш, жарық, дыбыс, жылу, электр және магниттілік деген бөлімдерден тұрады. Балалардың дене құбылысы туралы білімдерін дамытуда жарық, яғни от, күн, шырақ, дыбыс, табиғаттағы дыбыстың дерек көзін анықтау, жылу, жылудың дерек көзін анықтау, электр және магниттілік, яғни электр тоғының табиғи дерек көздерін атау, магнитті қолдану жолдарын атаймыз. Мәселен, қозғалыс және күш деп аталатын бірінші бөлімде қардың тез ерігенін, көлеңкеде немесе күн астында еру ерекшелігі, қандай қар тез ерейтінін, таза немесе лас қардың түрлерімен бақылау тапсырмасын беру арқылы, және де көктемде күш жинап алу үшін қыста ағаштар мен бұталардың демалатындығы, күннің көрінетін қозғалысына бақылау жасау, балаларға желтоқсан айында күн жоғарғы көтерілмейтін, күндер өте қысқа болатын, қаңтарда әсіресе ақпанда күн шамал ұзара бастайтын, алайда аяз әлде болса қатты болатын туралы түсініктер беріп, ақпан айында тек қана аяз емес, сонымен қатар боран мен бұрқасынның да болатындығын үйрету. Балаларды көктемде тіршіліктің жандануы қуантады, оларды болып жатқан өзгерістер қуантады. Бұл қызығушылықты қолдау қажет, яғни жарық беретін нысандарды атап көрсетіп, от, күн, шырақ сынды ұғымдармен таныстырамыз. Ал үшінші дыбыс деп аталатын бөлімде құстардың ұялайтын орнына серуен ұйымдастыру барысында құстардың салған әнін тыңдату, көкек, бұлбұр, қара тоғайлардың дауыстарын бір-бірінен ажыратуға, табиғаттағы дыбыстың шығу көзін анықтауға мән береміз. Серуендеуде балалардың назарын күннің күнделікті жоғары көтеріліп, ауа райының жыли бастағанына да назар аудару керек. Бұл жылу деп аталатын бөлімде жылудың дерек көзін атау арқылы, яғни жердің қорғаныштық қасиеттері, жерді және өсімдіктерді аяздан қорғап жабатындығы, мысалы қардың өзіндік ерекшелігі, қар жабындысы деген сынды ұғымдарды игертеміз. Электр және магниттілік деп аталатын бөлімде балаларды қардың түрлі қасиеттерімен таныстырамыз. Мысалы, ұлпаған, түкті, жылтырайды, күнге шағылысады, жарықтың түсуіне байланысты түсін өзгертеді деген сынды құбылыстармен таныстырып өтеміз. Ал енді салыстыру тәсілі тиімді әдіс болып табылады бұндай кезеңде. Өйткені балалар заттар салыстыра отырып, олардың ұқсастық белгілерін айқындайды, айырмашылығын анықтайды, магнитті қолдану жолдарын игереді. Табиғатты қорғау деп аталатын төртінші бөлімінде таным білім беру саласының жануарлар мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтау қажеттілігі туралы ұғымдары кеңейтіледі. Балалармен бірге орман санитары құмырсқаны қарап, құмырсқаларды қорғау туралы әңгімелеу маңызды. Табиғатқа қамқорлықта табиғатта өзін-өзі ұстаудың қарапайым ережелерін үйретеміз. Табиғатта қолынан келетін жұмысқа көмек көрсетуге баулу, зиян келтіретін жағдайлар мен әрекеттерді атап көрсету, саңырауқұлақ пен кейбір жидектерді жинау ережелерімен таныстырамыз. Сондай-ақ ауа мен судың ластану себептері, тірі және өлі табиғаттың өзара байланысын, жануарлар мен өсімдіктердің өзгерісі, қызыл кітаптың маңыздылығы туралы түсініктер беріп, өсімдіктер мен жануарларды күтіп баптау тәсілдерін және олардыға үйрету дағдыларменен таныстырып, мол хабар бере аламыз.